Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен Мерей. Бүгін біз өте дәмді болып шығатын творожный чизкейк дайындайтын боламыз. Яғни творожный пирог. Бұл пирогты міндетті түрде жасап көріңіздер және видеоны соңына дейін қараңыздар. Менің каналыма жазылып, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Бізге керек заттар: бөлме температурасындағы сары май, ұн, жұмыртқа, қопсытқыш, шекер қажет болады. Алдымен ыдысымызға сары майды саламыз және оның үстінен шекерімізді салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Миксердің орнына вилка қолдансаңыздар болады. Біркелкі болғанша миксерлеп, оның үстіне жұмыртқамызды жарып саламыз. Жұмыртқамыз маймен бірге араласқанша миксерлеп, оның үстінен ұн мен қопсытқышты бірге қосып, ұнымызды електен өткізіп, аз-аздан сала отыра миксерлейміз. Ұнның жартысын миксерлеп алғаннан кейін, ары қарай миксерімізді алып тастап, қолымызбен қамыр илейміз. Міне қамырымыз осылай болып шығады. Өте жұмсақ болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ары қарай 24 диаметрлік формаға, менде 24 диаметрлік болғандықтан мен осыған жасадым. Сіздерде 26 болса да жасай беруге болады. Қамырымызды біркелкі болғанша жайып шығамыз. Қолымызға жабысып жатса, кішкене ұн сеуіп жаюға болады. Яғни формаға жабыстырып, пирогымыздың формасын келтіріп алып, ары қарай вилкамен тегістеп шықсаңыздар болады. Дайын болған форманы холодильникке салмасын дайындағанша салып қоямыз. Салмасына бізге творог, шекер, қаймақ, жұмыртқа қажет болады. Біздің салмасына салатын сүзбеміз түйіршікті, қатты болмау қажет. Мен қолыммен көрсеткендей нәзік, жұп-жұмсақ болуы қажет. Егер қатты түйіршікті болса, біздің салмамыз дұрыс шықпай қалуы мүмкін. Сондықтан сүзбеміздің қатты болмауына мән беріңіздер. Салмасын дайындаймыз. Бөлек ыдысқа сүзбе, қаймақ және шекер, жұмыртқа, барлық керек құрамдарын салып, жақсылап блендермен езіп аламыз. Егер сіздерде блендер болмаса, жай ғана миксермен немесе шаншқымен жасауға болады. Міне біздің салмамыз дайын. Холодильникке қойып қойған қамырымызды алып, осының үстіне салмамыздың барлығын құятын боламыз. Салмасының барлығын салып, бетін тегістеп, 180 градус қызып тұрған пеште 30-40 минутта пісіріп аламыз. Міне біздің пирогымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер және де міндетті түрде бөлме температурасында суытып барып кесіңіздер. Ас болсын. Келесі кезекте пияз нанымызды жасауға кірісеміз. Өте дәмді, керемет нандардың бірі. Міндетті түрде менің рецептіме жасап көріңіздерші. Сіздер ғашық боласыздар. Және жақындарыңызды ауыз ашарда осындай ерекше нанмен қуантыңыздар. Және менің каналыма жазылып, лайк, комментария басуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Пияз нанымыз жасауға кірісейік. Алдымен суға ашытқыны салып, кішкене қасықтың көмегімен араластырамыз. Бұл қамырды ашытудың қажеті жоқ. Өте керемет дәмді болып шығады. Оның үстінен тұз және де сұйық майымызды құямыз. Қасықтың көмегімен араластырып аламыз. Ары қарай қасықты алып, қолымызбен қамыр илейміз. Егер қолдарыңызға қамыр жабысып жатса, тағы да кішкене ұн қосуға болады. Міне қамырымызды илеп болып қалдық. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қамырымызды илеп, бетін пищевая пеленкамен 10-15 минутқа жауып қоямыз. Осы кезде салмасын дайындаймыз, бірақ менде видео түспей қалыпты. Сіздерге қамыр жайған кезде салмасын салып, түсіндіріп өтетін боламын. Қамырды алып, 3 бөлікке бөлетін боламыз. Біздің қамырымыз міне осылай болып шығады. Пышақтың көмегімен 3-ке бөліп аламыз. 2-ке бөліп, үлкен етіп жайсаңыздар да болады. Маған ыңғайлысы осы 3 бөлікке бөліп, кішірек етіп жайған ұнайды.
Міне дайындап алған қамырларымызды ыдысқа салып, бетін майлықпен жауып қоямыз. Ары қарай бір қамырымызды алып, жақсылап дөңгелек етіп, жұқа етіп жайып аламыз. Арасына жабыспас үшін ұн сеуіп жаюға болады. Міне қамырымыз жұп-жұқа болып жайылды. Жұқа етіп жаю міндетті. Өйткені қамырымыз арасы қалың болса піспей қалуы мүмкін. Жайып алған қамырымызға ертілген сары майымызды жағып шығамыз. Арасына салмасын саламыз. Міне салмасына видеода көріп тұрғандарыңыздай майдалап етіп пияз, көк пияз және тұз, бұрыш, сұйық май қосып жақсылап езіп араластырып аламыз. Көк пияз болмаса қоспасаңыздар да болады. Қамырымызды осылай дөңгелетіп алып, екі бөлікке бөлетін боламыз. Дөңгелек қамырымыздың ортасына келгеннен кейін пышақтың көмегімен бөліп аламыз. Егер сіздерде қамырларыңыз үлкен емес, кішірек болып жайылатын болса, ортасынан бөлмей нанымызды пісіре беруге болады. Осы бірінші нанымызды табамызға пергамент қағазын төсеп, дөңгелектеп орналастырып аламыз. Ары қарай екінші қамырымызды да дөңгелектеп, бір-біріне қосып шығамыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай жасаңыздар. Бетін кішкене басып, бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз және әсемдік үшін күнжіт сеуіп қоюға болады. 200-220 градус қызып тұрған пеште қызарғанша пісіріп аламыз. Міне біздің пияз нандарымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде менің рецептіне жасап көріңіздер. Және түсінбеген жерлеріңіз болса, комментариядан сұрасаңыздар болады. Міндетті түрде жауап беремін. Менің каналыма жазылып, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын!